Жүрісі жылдам жігауыр, дөңгелейді аяғы. Қанаты жоқ болса да құстай ұшып ағады деп, мына немістің өлмейтін классикасына шолуды бастайық. Қайырлы күн көрермен, сіздердің алдарыңызда қос фараның эрасын ашқан W210 шанақтағы Mercedes автокөлігі. Халық ішінде енді лупарик деп айтылып кеткен осы көлік бүгін обзорда. Бұл көлік Mercedes-тің E классының ішіндегі 124 шанақтан кейінгі екінші поколениясы W210 шанақ. Енді осы Mercedes линейкасының ең бірінші мына сопақша қос фонарларының бастамасын алған дәл осы машинадан басталады. Ең бастамасы осы 95 жылдан бастап қазіргі мына W212 шанақтағы 2013 жылға дейін шығарылған Mercedes автокөлігіне дейін осындай қос фонармен шығарылған бұл көліктер. Жалпы экспериментальный жасалған дизайн. Осы лупарик автокөлігі жаңа айтқандағыдай 1995 жылдан 2003 жылға дейін шығарылған. Соның 1999 жылы кузов жаңартылып, рестайлинг жасалды 1999 жылы. Енді қазір дәл осы экземпляр 2002 жылы осы жерде өзгертілген детальдар көп. Мысалға айтсақ, мына жерде мына бамперлері өзгертілген, мына жерде уже дорестен былай бөлініп тұрады мына жері. Қазір мына полностью бірге. Решеткасы басқа, капоты да басқа бұл жерде. Сосын мына жердегі крылосы да ерекше болып келеді. Рестайлинг пен дорест машинаныкі бір-біріне келе бермейді. Тағы да мына жерде задний вид, айналарының корпусы ауысқан. Мына жерде поворотнигі қойылған. Сосын мына астыңғы пароктарда өзгеше. Артына келетін болсақ, арты енді рестайлинг машинаның ешкімге ұнамайтын шығар. Задний фонарлары бір келіспей әдемі емес та олар дейтін. Мына жерінде домалақ немен задний ходтың лампочкасы домалақ болып тұрады мына жері. Ол вообще әдемі емес. Именно осы рестайлингте уже осындай болып келеді. Задний фонаря, бампері басқа. Дорестерде мына астында қара сызықтар болады. Ол да бір ескі машинкең көрініп тұрады. Ал уже рестайлингтен кейін көп затты өзгерткендіктен уже машинаның түр әлпеті әдемі болды. Сосын бір айта кететін зат, бұл жерде американдық жинақтарда кездеседі бұл лупарик автокөлігінде. Мына жерде мына қара сызық деген ақшыл болып келеді ол жерде. Ол да бір әдемі емес. Көбісі соның бетіне пленка жапсырып тастайды. Сосын багажнигі мына жерінде өзінің әдемі бір спойлер сияқты соған келтіріп жасаған несі бар. Сырты енді дизайнына келетін болсақ, жалпы көліктің бет әлпеті әдемі түрі дейтін классика болды. Сосын дискілеріне келетін болсақ, бұл жерде мына дискілер 17-лік өзінің родной дискілері, черепашка дейді, таспақа дискілер атауы. Сосын дәл осы машинаның комплектациясы 4-ке бөлінеді. 4 түрлі комплектациясы болады. Классик, элеганс, осы дәл осы автокөлік қазір авангард, 3-ші. 4-шісі AMG пакетпен. AMG дегеніміз ол 5-5 қозғалтқышпен шығады. Дорестайлингте 5-тікпен шығады. Енді мына комплектациясын толықтай айта кететін болсақ, бұл жерде дейтін жаңағы 4 нұсқасы болады дедік қой. Соның ең қарапайым түрі классик. Ол классик дегеніміз ең простой болады. Подвескасы басқа. Мына авангардтарға қарағанда биік орналасқан, клиренсі жоғары және механикалық коробкасы механикалық болады. Ал элеганста
Средний комплектация, ода мына коробкасы механика және автомат болып кездеседі. Механикалары 6 сатылы болады. Бұл жерде енді авангард болғандықтан 5 сатылы автомат. Сосын мына подвескасына келетін болсақ, элегансыздікі де средний подвеска. Аласа да емес, биік те емес. Ал мына авангард ең төмені. Бұл жерде спорттық автомобильге ұқсас қылып жасалған подвескасы. Повороттарда, нелерде жақсы шайқалмайды. Ары қарай мына жаңағы рестайлинг пен дорестайлингтің айырмашылығын айтатын болсақ, мына салондағы детальдарын айта кетейік. Бұл жерде мына жерде щиток прибор қазір рестайлингте уже өзгерген. Мына жерде бортовой компьютер қосылған. Руль өзгеше руль. Мына жерде мультируль бар. Сосын салондағы өзгеше коробка 5G Tronic. Бұл жерде дорестен қарағанда рестайлингте тағы да өзгеше жасалған бір система бар. Touch Shift деген. Яғни қолмен ауыстыру системасы қойылған мына жерге. Tiptronic. Скоростьті өзіңіз механический түрде ауыстыруға болады. Болды. Осы Лупарик автокөлігі 95-тен 2003 жылға дейін 8 жыл ішінде әлемде 1.650.000 данасы шығарылған дәл осы көліктің. Енді қозғалтқышына келетін болсақ, бұл жерде 8 цилиндрлі М113 деген мотор. Бұл жерде моторы енді 112 деген 3/2 бәріміз білетін двигательге 2 цилиндр қосылған, былайша айтқанда. Бәр заттары бір-біріне келе береді дейді. Катушка, проводтары бәрі бірдей болады деп айтады. 112-ден айырмашылығы жоқ. Сосын жаңағы коробкасына келетін болсақ, жаңағыдай 5G Tronic дейтін полуавтоматический коробка дейді. Сосын бұл көліктің каприздерін айтатын болсақ, тоқ жағынан енді кішкене бір шұқисыз. Катушкілері көп кетіп қалады, істен тез шығады. Свечаларын, проводтарын көп қарау керек. Перебоймен ауру жалпы бұл көліктер. Сосын газ дейтін ешқандай қиындықсыз қойылады. Дәл осы көлікте қазір ГБО қойылған, газбен жүреді, газбен, бензинмен де. Енді 2002 жылға состояниесі дейтін көліктің өте керемет, жақсы сақталған көлік. Өзіңіз көріп тұрғандағындай Арменияның тіркеуіндегі, қазақ тіркеудегі Армениядан келген көлік. Сосын ходовойына келетін болсақ, подвескасы енді бұрын қымбат болды, қазір енді бұл көліктер көп болғандықтан ондай қымбат емес, қолжетімді бағалары. Запчастьтары да енді ондай көп шықмайсыңыз бұл көлікті. Егер де Қытайдың запчастьтарын салмайтын болсаңыз, аналог дейді ғой қазір английский фирмалар, Чехияның фирмалары, немецкий арзандау фирмаларда кездеседі ғой қазір. Сондайлардан алып салсаңыз да көп жүріп береді бұл көлік. Сосын айтуға ұмытып кеткен зат, мына жерде капотты тірейтін екі түрлі положение бар. Қазір мынау сервисный положение. Капотты жоғары қарай до конца ашады. Өте ыңғайлы. Содан кейін екіншісі осы. Бұл да былай енді лампочка ауыстыру, анау-мынау заттарға ыңғайлы. Көп машинада осындай затты қолдану керек негізі. Өте ыңғайлы зат. Сосын мына авангардтар мен комплектацияларының айырмашылығында мына терезелерінде де өзгешеліктер кездеседі. Элегансыстарда мына терезелері жасыл түсті болып келеді. Заводской тонировка дейді. Қазір бұл көлікте көкшіл оттенок бар. Өздеріңіз байқап тұрғандағыдай. Бұл көлікті жалпы дейтін аквариум болып айдау керек қой. Артына штор салып алып, сонда вообще әдемі болады. Ал енді жүргізіп көрейік бұл көлік. Магнитный дейді.
Тек бүйтіп бір бұрақ болсаңыз өзі қызып кетеді көліктен. Сосын фараларының жануы мына жерде немістердікі бір ерекше қойылған, мына панельде тұрады. Так, бірінші ощущение. Қазір бір айналып келген көрейік. Рульдері өте керемет екен. Деревянный руль болғарымен. Бұл көлік енді таңғалып тұрмын. 200 мың километр жүрген. 2002 жылғы енді состояниесі дейтін өте жақсы сақталған. Расымен де. Мына жерде штатный магнитофон тұрады. Японский жинақ бұл көлік. Янаса дейтін. Ол жерде де жалпы монитормен болады, бірақ о вкусах не спорит дейді, мына жерге Android салған. Бұл андроидтардың ең бір плюсы, ескі машиналарға Bluetooth бен өлең тыңдауға болады. Ең бірінші плюс сол ғой. Қазір енді 80 мен келе жатырмыз. 4-3 деген. Шумка дейтін өте жоғарғы неде жасалған сапада. Қазір люк ашық тұр екен. Люкті жауып тастасақ, вообще тып-тыныш. 4-3 дейтін. Осындай да керек қой. 160-ға барып тұр ғой уже. 8 цилиндр дейтін күш дейтін кәдімгідей баршылық енді. Ощущение дейтін, білмеймін, бір бұдан жаңасын айдасаңыз бұндай ощущение бермейтін шығар. Уже ол көліктер, мына интеллектуалды системалар көп қой ол жаңа көліктердің бәрінде. Дәл осындай ощущение ескі көліктерде уже ондай заман өтіп баратыр. Мысалға алсақ, мына BMW-лардың өздері бір драйв береді ғой механикамен. Сол сияқты бұл көлікте бір ескі классика. Подвескасы да өте жұмсақ екен бұл көліктің. Қазір 40 пен жүрісі жақсы екен, жүрісі. Әдемі, маған ұнап тұр. Сәл-сәл енді 4-3-ке ауырлау сияқты, бірақ бұдан асып қайда барасың? Былай қарағанда. Енді мына жерде круиз контроль бәрі мына рульде орналасқан. Рульде емес, мына жерде екен ғой. Так, бортовой компьютер 100-ге неше жағады деген сияқты заттарды көрсетеді. Так, мына жерден қарап көрейік қазір 100-ге. Жүзге 13 көрсетіп тұр бұл жерде. Өте жақсы. Аз тұтынады деген сөз ғой сонда. Типтроникке салып көрейік. Қазір бір 80 мен келе жатырмыз. Екінші скорс 4000 оборот. Жүрісі енді сәл ауырлау екен, бірақ 180-ге барып тұр. Мына ішіндегі детальдарын айтатын болсақ, бұл жерде подогрев екі сиденькада да бар, ал артында жоқ. Бірақ кейбір лупариктерде де кездеседі, артында да подогрев болады. Сосын омыватель фар. Сосын мына лупарик көлігінде мына
артқы подголовниктері электронды түрде жұмыс жасайды. Олар тек көтеруге емес, тек жатқызу ғана. Бүйтіп бассақ, бәрі жатып қалады осындай. Сосын есікті ашып кілттеу мына жерде орналасқан. Элеганс комплектацияларында олар механический түрде жүреді. Қолмен бұрап, яғни өзгертесіз. Сосын мына жерде ESP, мына блокировка осы жерде орналасқан. Сосын төрт есігі де доводчикпен, яғни бір бассаңыз өзі төбіне дейін түсіреді, ал бір көтерсеңіз үстіне дейін до конца жабады өзі автоматты түрде. Сосын багажникті ашу кнопкасы мына жерде орналасқан, центральныйда. Сосын задний шторка, тағы да мына жерде мына нелерді, задний видтерді, айналарды жинайды. Сосын айта кететін жағдай, ағайын, мына көлікті өзіңіз сатып алуға қарап жүрген болсаңыздар, бұл жерде мына өзінің бояуы экспериментальды краска. Бұл жерде енді лакокрасочный покрытиесі төзімсіз болып келеді. Сондықтан құрамында су араласқан деп айтады. Сондықтан мына капоттың мына жерлерінде көп, су тұратын жерлерінде көбінесе мына ржавчина дейді о, грибоктар пайда болады. Аркаларында, және мына артқы аркаларында. Енді дәл осы машинаның мына аркасы сау, ар жағында кішкене енді шығып келатқан бір не бар, бірақ оны жасап алуға болады әлі. Сосын тексеретін жерлері мына есіктің резинасының астысы көбінесе шіріп кетеді. Порог жақтарда. Сосын ең қатты шіритін осы порогы, және мына алдыңғы пружинаның мына жеріндегі ұстап тұратын чашкалары уақыт өте келе, енді біздің мына Маңғыстау өңірінде құрғақ болғандықтан ондай жағдай бізде жоқ. Алматы жақ, Россия жақтардан келген көліктер болса, уже ол сулы ылғал жерде жүргендіктен дәл осы аяқтың ішіндегі пружинді ұстап тұратын чашкалары шіріп кетеді. Сосын көбінесе сол неге грибок шығатын жерлері мына жердегі мына дәл мына номердің астында тұр қазір. Не қыл деп, так, личинка дейді, мына замогының асты және қапталдары бәрі грибок болып шіріп бастайды. Егер де осы машинаны алуға қарап жүрсеңіздер, ең бірінші сол заттарын қарап алыңыздар. Ал енді мына 4.3-тің 8 цилиндрдің выхлопын көрейік. Давай. Ақырып тұр, ақырып. 8 цилиндр. Күші көп қой енді бұларды. Ал енді автокөліктің артқы жағына өттік. Мына жерде терезе көтеретіндері осы жерде орналасқан. Мына жерде пепельница. Кеңдігі енді водительдің дәл артында жаңағы положениемен тұр. Арты кең, және одан да жатқызбай дейтін болса, мына жерде тізелердің орнына арналған мына сиденькіде қуыс бар. Сосын ары қарай айтатын болсақ, енді бұл көлікте артқы сиденькілері жылжымайды, E-класс болғандықтан. Сосын мына жерде бір подстаканник осы жерде орналасқан. Енді бұл 2002 жылғы көлік. Мына жерде тағы да мына жерде аптечкасы. Заводской өзінің Мерседестің міне эмблемасымен заводской аптечкасы бар. Ішінде не бар екенін ашып көрейік.
база жоқ мына жерде. Түрлі первый помощьға арналған заттар бар екен. Бәрі немісше жазылған. Ары қарай айтатын болсақ, потолок кең, жақсы. Ұзақ жолдарға да бұл көлік енді шаршатпайды деп ойлаймын. Плавность хода бәрі тамаша. Шумкалары жоғарғы деңгейде жасалған. Ал, сіздермен болған мен Алмаз Истурганов. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, колокольчикті басып кетіңіздер. Сосын, ағайын, мына менің видеоларыма көп сын келіп жатыр. Сол енді жаңадан бастап жатқасын, қатты бізді сынамаңыздар. Видеолар жаймен жоғарғы деңгейге өте береді. Өстіп біздер не жинап бастаймыз? Тәжірибе жинап. Қарағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.